Эти морщины на лице и на руках – символ мудрости, пройденных сложностей, испытаний и борьбы. Фатиме Исмаиловой 83 года. Она родилась в 1941 году в селе Кокташ под Судаком, в семье Ибраим и Гульсум Исмаиловых. Среди 4 детей Фатиме Хартана была самой младшей. Қачайлық едім, оны білмеймен. Кокташны лемселер бомбалағандар. Бомбалаған вақытында населениені шығарғандар, объявить еткендер. Кімді қайерде қайда туғаны барыңызлар деп. О бомба башлағанды соң бабам құрантасына алып, Мелихова текеге көчелер. Битам онда яшай еді. Ана онда соң бабама бір ев бергендер. О евде яшадық, бабам айтқан, енді жеңіп бітсе балалар деген. Қайтарымыз иншалла үйімізге деген. Семье Фатиме Хартана вернуться в родной дом в Кокташ так и не удалось. Депортация 1944 года коснулась ее так же, как и весь крымско-татарский народ. Тогда ей было всего 3 года. Ужасы высылки и изнурительную дорогу в товарных вагонах Фатиме Хартана помнит из рассказов матери. Evde tizem bizmen еді. Çünkü tekiyede o oca болып çalışaydı. Bizde 4 bala, 2 de anam babam, 7 can болып çıqqanımız. Tekiyeden çıqqanımız bizler. Mingen vagonumuzda 3 kişi ölген. O ölgeninde bir остановкаға тоқтаған вақытында түсіп ақайлар жияжақ болғандар неткен бірдәнесі жойылған. О сон екінші станцияға келген вақытында тапылған келіп, шо поездға, шо вагонға минген. Спустя 18 дней семья Фатиме Исмаиловой прибыла в Кашкадаринскую область Узбекистана. Өзбеклер екінші башта қорққандар. Қорқызғандар оларына. Әлелім 3 көзлі кішілер кележеклер, пәлен етежеклер деп лафын ештейдім. Башта нетмегендер. Сон біздің қартларымыздың оқығанларын көріп, намаз қылғанларын көріп, мұсылман екендер болар деп, сон япышып башылағандар. В первые годы в ссылке крымско-татарский народ умирал от невыносимых условий жизни, голода и изнурительного труда. Страшная болезнь настигла и Фатиме Исмаилову. Ачлықтан, өтмек деп өліп кеткендер деп айтайды. Өзбекстанға келіп аяқ басқанма, қасталанғанма мен. 2 жыл қаста қолға алма қорқайтендер. Сүйегі тарқалып кетер бұл баланы деп. Өзбек неде колхозда болған соң 2 терекке арқан байлап, ортасына одеяло қатлап сала еділер. 2 четіне таяқ сала еділер, анау сылжып түшмесін деп, тайып түшмесін деп. İçine de bir mindercik toşep yatqıza eкен, anam şunda yatqanma men. 2 yıl anam қолына ала алмаған менің. Bunu sүйекler тарқалып кетер деп. Сон оны көп айтты анам. Қоңшымыз малын сойғанда 4 аяғында бізді Қорантаға берген. Қорантасы балабан деп. Ана шо малының бір аяғы бұл баланы құтарып қалды дегені. Судьба продолжала испытывать Фатиме Исмаилову. Ее семья скиталась в местах ссылки. С детства она бралась за любую работу. Бек көп деңіштірдік балам. 52 жылғача біздер 12 дәне евді деңіштіргенбіз. Аны берейді бізге боқчачықларымызны өзіміз алып кетейдік, машина болмаса, араба болмаса. Ана балабан шилерін ақайлар бір жарет кетіредер, ұрбаларымызны өзіміз алып кетейдік боқча. О, қач үй деңіштірген болсақ, алай мен көзім алдында картинкадай тұрады. Фатиме Исмаилова окончила 7 классов, прошла курсы медицинской сестры. В 1962 году она встретила своего спутника жизни, Недима Тасинова. Этот эпизод жизни Фатиме Хартана вспоминает с улыбкой. Яңа ел встречать етмей, яшылар топлана еділер. Ана онда ерде көріштік. Таныш болдық. Таныш болған қызы бар екен. О қызда мен подругам еді. О алып кетті менім. Фатиме деді, кетейік
онда алай өзімізіңкілер болacak. Ана бардық. А о жерде о қызында планет деңішті, бұл кішінде планет деңішкен. Ана жай етіп, іште қысметім екен. Бойлы еді. Бойлыны істедім іште. В 1965 году Фатиме Исмаилова и Недим Тасинов создали семью и стали родителями 5 детей. Они уже вместе мечтали вернуться на родину. Ссылки, разговоры о Крыме не прекращались. Бабам жылай еді, ғарып көп созмай еді. Қызмет етмейші келген екен. Ана, кем қайда яшаған, кем қайда жүрген, алайы жоны аңай еділер. Вспоминание. О бек арушы еді. Бізде отырайдық. Масал, как будто бы масал құлақ саламыз. Ватан, ватан, ватан деп бүтін вақыт шу ватанны аңайдық. Мечта вернуться в Крым сбылась спустя 44 года. 1988 год Фатиме Исмаилова вспоминает с волнением и трепетом. Мен о вақыт оғатары бір арушы дүйдім. Айталмаймын не дүйдім. Самолеттан түшкенде енді мен как будто бір көріп келген вақытымда бек ағладым Көкташқа. Семья обосновалась в селе Мушаш, ныне Вишенное Белогорского района. Фатиме Исмаилова – символ стойкости и женской мудрости. Несмотря на жизненные трудности и испытания, вместе с Недимом Тасиновым они прожили в браке 59 лет. Она охотно делится секретом счастливой семейной жизни. Алайынан яқшысы сабыр етмек. Ақайына как ақай үрмет етмек керек. Ақайда апақайына как апақай үрмет етмек керек. Балалар өзген соң бек яқшы қолайлы бола екен. Балалар ортаға кірелер. Айта жақлафында ұныттырталар, нервада учып кетті. Сегодня у Фатиме Исмаиловой и Недима Тасинова 5 детей, 15 внуков и 19 правнуков. Радость ей приносят жизнь на родине и любовь близких. Ташыны топырағына ашық болғандай болдым мен. Оғадар сеудім жоқ қырымына. Менің бірінші арзым шо балалар терен яқын болып та шоларыны сұқ-сұқ сеуіп тұрсам деп шо мен арзым. Бек сағынамын. Бала бек севейді мен. Емкені де севей мені.